Бауырсақ ТВ. Сәлем балақай. Бүгін біз сұрыптауға арналған қорапты пайдаланып, 1-ден 5-ке дейін санап, түстерді ажыратып, пішіндерді сұрыптап үйренеміз. Менімен бірге санап, пішіндер мен түстердің атын атап отыр. Жарай ма? Онда қорабымызды ашып, ішінде не бар екенін бірге тамашалайық. Мынау не екен? Ашайық. Мынау тапсырмалар секілді. Бұнымен өте қызықты ойындар ойнауға болады, я? Жақсы, бұны соңына таман ойнармыз, жарай ма? Мына қораптың ішінде не бар екен? Сырты қандай екен? Қане жақсылап қарап алайық. Мынаның сыртында қара. Қызыл, қызғылт сары, жасыл, көк түстер бар екен. Бұл нені білдіреді екен? Мынаның үстінде де анаң қара сұрыптауға арналған тесіктері де бар екен. Қане ашайықшы. Қандай әдемі. Ал қорапшаның ішіндегі әрбір сөресіне не бар екен қарайық. Бұл ағаштан жасалған пішіндер екен. Қара, мынау 5 бұрыш. Келесін ашып қарайық. Бұл жұлдыз екен. Қара, қызыл дейді, көк, жасыл. Ары қарай, мынаны көрейік. Қане ашамыз. Бұл шаршы екен. Әдемсің ай, түрлі түсті. Мынау қандай пішінге ұқсайды балалар? Бұл 3 бұрыш екен. Соңғысын ашып көреміз. Тадам! Бұл дөңгелек. Алақай, қара, қандай сан түрлі, неткен әдемі. Енді ойынымызды бастаймыз. Бірінші, көк түс. Қане, көк түстерді табамыз. 1, 2, 3, 4, 5 түрлі пішін бар екен. Енді қорабымызға жасыл түсті пішіндерді саламыз. Бастайық. 1, 2, 3, 4. Мынау қандай түс? Сары, дұрыс айтасың. Енді осы сары түсті пішіндерді саламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алақай, жарайсың балақай. Мынау қандай түс? Қызғылт сары, дұрыс айтасың. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5 пішін бар екен. Келесі түс қандай? Қызыл, дұрыс айтасың. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың балақай. Енді қорапшамызды ашып, қалай сұрыптағанымызды қарайық. Қызыл, қызғылт сары, жасыл, көк. Керемет жұмыс. Не болып кетті, мынаны қара. Мына біздің пішіндердің орнына басқа заттар тұрған секілді.
Бұл иттер ғой. Қара, қызыл киімді ит. Қызғылт сары киімді ит. Киімдерінің түсін айтып жатырмыз. Түсін тұрсың ғой Балақай, Сары киімді ит. Жасыл киімді ит. Көк киімді ит. Шіркін, қандай әдемі. Көк, жасыл, сары, қызғылт сары, қызыл. Керемет. Ал енді Балақай, біз мына түрлі түсті пішіндерді пішіні бойынша сұрыптайтын боламыз. Дөңгелек, үшбұрыш, шаршы, жұлдыз, бесбұрыш. Дайынсың ба? Онда бастаймыз. Қайсынан бастасақ екен? Үшбұрыш. Дөңгелек. Бесбұрыш. Жұлдыз. Бесбұрыш. Шаршы. Шаршы. Жұлдыз. Дөңгелек. Шаршы. Үшбұрыш. Дөңгелек. Бесбұрыш. Дөңгелек. Шаршы. Жұлдыз. Үшбұрыш. Дөңгелек. Жұлдыз. Бесбұрыш.
Үч бурыш. Беш бурыш. Үч бурыш. Жұлдыз. Шаршы. Алақай, біз барлық пішіндерді рет-ретімен сұрыптап шықтық. Кәне ашып көрейік. Дөңгелек, үш бұрыш, шаршы, жұлдыз, бес бұрыш. Керемет жұмыс. Ал енді балақай, мына түрлі түсті пішіндерімізді пайдаланып, карточкалар арқылы ойын ойнайық. Дайынсың ба? Онда бастайық. Бірінші бес бұрыш. Көк түсті. Так, мынау ма көк түсті? Жоқ, бұл шаршы ғой. Келмейді. Бес бұрыш керек бізге. Міне бес бұрыш. Келесі жасыл түсті бес бұрыш. Кәне? Міне. Ары қарай сары түсті бес бұрышты іздейміз. Кәне? Сары түсті бес бұрыш. Қоямыз. Енді қызғылт сары түсті бес бұрышты іздейміз. Кәне, жақсылап қараймыз. Міне. Қызғылт сары түсті бес бұрыш. Қоямыз. Жарайсың. Көк, жасыл, сары, қызғылт сары және қандай болу керек деп ойлайсың? Ойлан. Аха, қызыл түсті болу керек. Қандай пішін? Бес бұрыш. Қызыл түсті бес бұрыш. Жарайсың. Енді келесі ойынды ойнайық. Мынау сары үш бұрыш екен. Үш бұрыш. Сары түсті қояйық. Мынау белгісіз. Келесі бес бұрыш екен. Ол да сары түсті. Міне. Орнына қоямыз. Қасында жасыл түсті бес бұрыш екен. Кәні қайсы? Міне. Қойдық. Жарайсың. Енді ойланайық. Сары, белгісіз, сары, жасыл. Қандай түс болу керек? Жасыл, дұрыс айтасың. Ал қандай пішін? Қалай ойлайсың? Үш бұрыш. Дұрыс айтасың. Жасыл түсті үш бұрыш. Жарайсың балақай. Келесі ойынды ойнайық. Жасыл үш бұрыш екен. Кәні жасыл үш бұрыш. Міне жасыл үш бұрыш орнына қоямыз. Қасында жасыл жұлдызша немесе жұлдыз. Міне қояйық. Мынау бізде белгісіз және көк жұлдызша. Көк жұлдызшаны алып қояйық. Енді тексерейік. Үш бұрыш, жұлдыз, белгісіз жұлдыз. Қандай пішін болу керек? Дұрыс, үш бұрыш болу керек. Қандай түс болу керек? Көк. Дұрыс айтасың. Көк түсті үш бұрыш. Жарайсың балақай, керемет жұмыс. Енді қиынырақ ойын. Мынау қызыл дөңгелек. Қызыл дөңгелек. Міне қоямыз. Келесі үш бұрыш. Қызыл түсті. Қызыл үш бұрыш. Қояйық. Келесі шаршы. Кәні қызыл шаршы. Көріп тұрсың ба? Міне қызыл шаршы. Қояйық. Қызғылт сары дөңгелек. Міне қоямыз. Үш бұрыш. Қызғылт сары қайда? Міне қызғылт сары үш бұрыш. Енді дөңгелек үш бұрыш шаршы.
дөңгелек, үшбұрыш. Шаршы, дұрыс айтасың, шаршы болу керек. Қандай түс болу керек? Қызғылт сары түс болу керек. Дұрыс. Керемет жұмыс, жарайсың балақай. Бәрі дұрыс. Осымен балақай, біз түрлі түсті пішіндерді пайдаланып, оларды түстері бойынша, пішіндері бойынша сұрыптадық. Егер саған ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпа. Келесі видеода көріскенше сау бол.